Құрметті оқырмандар, Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының оқу залы бөлімінен «Нағыз қазақ домбыра» атты виртуалдық көрмесін көруге шақырамыз. Қазақстанда 2018 жылдың шілдесінен бері ұлттық домбыра күні тойланды. Мереке жыл сайын шілденің алғашқы жексенбісінде аталып өтеді. Бұл күні күмбірлеген күйден шашу шашылып, күміс көмей әншілер ән шырқайды. Қазақ халқының төл өнері жайлы сөз қозғағанда ең алдымен домбыра еске түседі. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы. Қос ішекті қара домбыраның үнінде ұлы даланың тамыры терең тарихы мен сан ғасырлық шежіресі бар. Қазақ ежелден қуаныш пен қайғыны, жақсылық пен жамандықты қара домбыраның үнімен жеткізген. Көрнекті ақын Қадыр Мырзалы «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» деп жырлаған екен. Домбыра атауының шығу төркініне қатысты талас тартыс өте көп. Кей деректерге сүйенсек, домбыра сөзі көне шүмерден аударғанда кішкене садақ деген мағынаны білдіреді. Тағы бір деректерде домбыра атауы дом, бұра деген сөздерінен шыққан делінеді. Дом сөзі қазір домығып ісініп кету мағынасында қолданылып жүр, ал бұра күйге келтір дегенді білдіреді екен. Домбыра әр өңірде жергілікті халықтың тұрмыстық салт дәстүріне, ән жыр, күй мектебі мен өнерпаздардың орындаушылық мәнеріне, шеберліктерінің іскерлігіне байланысты әртүрлі пішінде дамып өзгеріп отырған. Домбыра негізінен екі ішекті кейде үш ішекті болып келеді. Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрі бар. Күйлер негізінен үш аспапта домбыра, қобыз, сыбызғыда орындалады. Соның ішінде қазақ музыкасының мейлінше кең таралған саласы домбыра күйлері. Қазақтың домбыра күйлері орындаушылық ерекшеліктеріне, күйдің құрылымына байланысты төкпе және шертпе деп бөлінеді. Мұрат Абуғазыұлының «Қазақтың домбыра өнері» атты кітабы қазақ халқының сан салалы өнерінің ішіндегі сан ғасырлық тарихы бар ерекше арнасы домбырашылық күйшілік дәстүрі болып саналады. Белгілі домбырашы музыка зерттеушісі Мұрат Абуғазының бұл еңбегінде домбыра аспабы мен күйшілік өнері жан-жақты кешенді түрде зерттелген. Кітап 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде домбыра аспабының шығу тегінен бастап, күйшілік өнердің қалыптасуы және оның даму кезеңдері, тарихы және мәдени тұрғыда қарастырылған. Екінші бөлімде қазақ даласында қалыптасқан дәстүрлі күйшілік мектептер, олардың көрнекті күйші композиторлары және күйші орындаушылары жөнінде мол мағлұматтарды алуға болады. Кітап жоғары және орта музыкалық оқу орындарының студенттеріне, музыка зерттеушілеріне, сонымен қатар жалпы өнерсүйер жұртшылыққа арналған. Сахарбаева Карима. Дәстүр күй, дәстүр даму. Қазақ халқы рухани құндылықтарының көне де көлемді тармағы домбыра аспабы мен оның күйлері жайында. Бұл жинаққа домбыра мен оның күйлерінің халқымен негіз өрілген тарихи дәуірлері, аңызы мен ақиқаты, сан ғасырлар қойнауында қалыптасқан дәстүрлі күйшілік мектептері және оның ұлы тұлғалары жөнінде мәліметтер топтастырылған. Домбыра мен оның күйлерінің дәстүрлі және кәсіби дамуының кезеңдері өзара байланысты. Ерекше екі қырын тоғыстырылған алғашқы халық аспаптар кейін халық музыкасы факультетінің домбыра кафедрасы мамандарының репертуарынан оқу үдерісінің дамуы, заманауи жаңалықтар және аталмыш ұжым түлектерінің өрістеген айтулы мамандар, ұстаздар, орындаушылар, зерттеушілер, күйтанушылар, қоғам және өнер қайраткерлері туралы мәліметтер берілген. Жинақ музыкалық оқу орындарының барлық деңгейінде және барша оқырман қауымға арналған. Белгілі музыкант, өнертану ғалымдарының кандидаты доцент Жұмагелді Нәжімеденовтың бұл кітабында халқымыздың киелі саз аспаптары домбыраның бұрауы, құлақ күйі және жалпы акустикалық сипаты ғылыми негізінде қарастырылған. Халық күйшілері ойнаған және фабрикалық домбыралардың дыбыстарының компьютерлік технологиялар негізінде зерттеп, салыстыру арқылы олардың спектрлік құрамы және тағы басқа ерекшеліктері тұңғыш рет пайымдалған. Кітап музыканттарға, аспаптану және музыка акустикасы бойынша мамандарға, жоғары музыкалық оқу орындарының педагогтары мен студенттеріне және магистрлерге арналған. Сонымен бірге ғылыми тілде жазылғандығына қарамастан, ұлт өнеріне жанашыр кез келген азамат үшін аларлық тағылымы мол кітап деп ойлаймыз.
Бақытжан Кененұлының бұл туындысы ақиық ақын, күміс көмей әнші, ұлы композитор Кенен Әзірбаевтың өмірі мен шығармашылық жолына өзгеше көзқарас, жаңаша таным тұрғысынан келеді. Кененнің әншілік ақындық дарынын сөз ете отырып, көнеден келе жатқан жыраулық, серілік дәстүрімізді сақтап қана қоймай, оның рухын асқақтатып, жаңаша түр, әуез, мақам енгізіп, кейінгі ұрпаққа аманат еткен абыз ақын, ақылгөй жырау екенін айқындай түседі. Шығарма ақын жайлы көбірек білгісі келген оқырмандарға, Кенен әндерін насихаттап жүрген өнерпаздарға, жалпы өнертанушы, музыка, әдебиет зерттеуші жас ғалымдарға арналады. Жұмагелді Нәжімеденовтың «Домбыра ойнау оңай ма» атты кітабында қазақ домбыра аспабын қысқа мерзімде тез әрі сауатты тартып үйренудің көпшілікке қолайлы қарапайым тәсілі бар. Ол сандық нота жүйесі. Арнайы үйрету әдістемесі қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланып отырған. Бұл кітап қасиетті қара домбыраны әлемнің қай түкпірінде отырып, қай ұлттың өкілі де өз бетінше үйрене алатындығына кепіл болатын басылым. Сонымен қатар бұл кітап музыка пәнінің мұғалімдеріне қосымша әдістемелік ретінде таптырмас құрал. Осымен біздің бүгінгі виртуалдық көрмеміз өз мәресіне жетті. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет.